tarif etmege hazırmız? Studiyada menden Oza Burseyitova çalışan. Hayırlı akşamlar. Canlı Bağda Prezident bugün Vladimir Putin canlı subet formatında sakinlerden subetleşti. Suallerinin sayısı rekord derecede oldu. Umumen 2,5 milyonga yakın sual berildi. Rusya sakinlerini ne rahatsızlandırğanı hakkında Sultaniyesi Takayeva'nın levhası. Ең актуаль вес сценарийде бірінші тұрған суаль коронавирусқа қаршы ашылама аққында олды. Русиялы иләжінің 4 вариантындан біріні сече біле. Енді 24 миллиондан зияде адам ашы яптырдылар. Президент өзі спутник ВИ чешетіні сечті. После первого укола вообще ничего не... Бірінші санчыдан соң мен бір şey duymadım. 4 saatten soň sançı yarı biraz ağartıp başladı. Ekinci sançıdan soň ise sıcağım 37 ve 2 oldu. Yatıp yukladım, sabah turganda sıcağım 36 ve 6 edi. Қырым сәкенлері ашылама компаниясына фай суретте қошулалар. Бір күнде 10 бенге кіші ашыламадан кече қошма ашылама ноқталары açыла, енді оларының сайысы 127-ге етті. Курорт шәрлерінің ялы кенарларында да мобиль ноқталар çalışı başladı. Коллектив иммунитет olması için Қырымда да 900-ден зияде адам ашы яптырмақ керек. В данном мобильном пункте... Bu mobil noktada her gün 250'den 300'gece adam aşı yaptıralar. Aşılama koronavirustan korçalanmak için yekene usul olarak kalan. Hepsi Kırım sakinlerine da bir kere müracaat etem ve poliklinikalarga kelmege çağıram. Эксклюзив Қырымға айыт ве бұнен бірге умуми суаль. Русия сынырларының хавсызлығы. Қара Деңіз акваториясында Defender адлы Британ гемісінен бағлы вазиетні президент Невбеттеки провокация деп адлады. Если бы мы потопили этот корабль... Bu gemini battırıp olsaq bile, üçüncü can cenkı olmaz edi. Çünkü bu işini yapkanlar bileler. Bu cenkten galip çıkmazlar. Bu pek mühim şeylerdir. Biz özümüz için kurışemez, geleceğimiz için. Biz değil, olar bizim sınırlarımızga keldiler. Комшу devletнен мунасебетлер ақында да суаль сесленdirildi. Зеленский Украинада яшаған рус сәкенлеріне тамыр халк статусы берілмейдегі қарары ақында. Владимир Путин комшуларының ачулы фікірлеріне дипломатик шекілде қимет кесе. Украинлер вируслар бір халқтыр. Қырымда яшаған украинлилер де бойле фікірделер. Владимир Владимирович также неоднократно говорил, Владимир Владимирович бір качкере кайдеттіке. Бізім тарихымыз бір. Ве олған меселелерге бақмадан бізім келечегіміз бірлікті. Мен емінім ке 10-15-20 ел кешкен сон біз мұтлаққа берабер олажамыз. Ве бізні тек парлақ келечегіміз беклей. Шымды сабырлы олмалымыз. Масулатларының фиятлары артқаны ақында да суаль берілді. Бұ дүния севесіндегі тенденция деп қайт етелер Кремльде. Ичкі истисал қытлығында да меселе бар. Берекет яқшы олса фиятлар уcuzlaması мүмкін. Вот в прошлом году мы произвели картошки. Keçken sene biz misal olarak 19,5 milyon tonna kartop jeydik. Bu sene ise tahminen 22 milyon tonna olacak. Bizge bu yeter dep umut etem. Yetişmegende bizge bu mahsulatlarni komşu regionlardan degilde başka devletlerden, Rusiyadan, Türkiye'den ketireler. Mında elbette logistikаны da öğrenmek gerek. Регионларның yolbaşçıları ve vatandaşlar arasında canlı bağ hakkında Vladimir Putin'nin teşebbüsüne Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov kol tuttu. Çünkü o memleketimizde en sık цитата etilgen gubernatorlarından biri ola. Kırımda böyle subet tizilüvü boyunca iş alıp baralan. Menim iş günüm böyle müracaatlarının içtimai ağlarga kelgen mesajlarının öğrenilüvünden başlanam. Neticede biz episi sakinlerine bağlanamız. Çoksu sualler böyle tarzda çizili. Президенттің жанлы бақ дорца девам етті. Владимир Путин 69 суалге жауап берді. Умумен 2,5 миллион адам мұражатта болынды. Президент қайдетті кейпісі суаллер угренілежек, вечізілежек. Султанияси Такаева, Тарас Брезицкий, Максим Голубев, Миллет үшін. Қырымда коронавирус юқма хасталығының Британ ве Хин штамлары тапылды. Бұл ақта оператив штабының топлашуында Қырым ве Ақяр бойынша çalışқан Роспотребнадзор регионаляра идаресінің ребері Наталья Пеньковская хабер етті. Бұндан да ғайры сонки афта девамында регионда ковидтен өлгенлерінің сайысы 3-те 1-ге артты. Пандемия башланғандан берлі Cumhuriyetте 1,5 биңден зияде адам вефат етті. Хастаханеден тыш пневмониялар да артты. Hastalanğanlar arasında ket-kete yaşlarının sayısı arta. Bugünkü günde en büyük rakamlar 18-27 yaş ve 30-49 yaş gruppalarında çalışabilgen eali hastalana COVID yaşara.
Ашламаның екінші санчысына келмеген Қырым сакинлері де чоқ. Акимет Роспотребнадзор идаресінің қайделері riayet етілуіні контроль етуіні арттырajaq. Ковид режимге құлақ асмаған регионларда есе қатты чарелер бақылajaq, тап локдаунға барғанжы. Бу кенеде бизнес кетесірі дер, ама өмір ве сағлық мұйымжедір. Егер бизнес çalışмаға істесе, келіңіз, бір-бірімізні ешетейік. Ойын түшемеге істегенлеріні тибби муэссеселерде çalışқан хадимлерінің қаршысына отырмақ керек. Олар анлатсынлар. Бу насыл олғанына мен еркезге рижа етем. Егер сіз тек өзіңіз ақта түшінсеңіз, біз бір шейні еңіп олмамыз. Бір кішінің әрекетлері эпидемиологик вазиетке тесір ете. Кечкен сутка девамында коронавирустан 119 адам тедавиленді, ковид хасталығы да 294 адамда таздықланды. Бақта өзінің ичтимai ағларындаки сайфелерінде Қырым елбашчысы Сергей Аксенов хабер етті. Пандемия башланғандан берлі умумен Қырымда бұл хасталық 48 биңден зияде адамда тапылды. Яқшы олғанларының сайысы 43 биңден ашты, бір суткада 7 адам вефат етті. Епс олып коронавирустан 1505 адам өлді. Сакинлерінің иммунизациясы девам ете, Қырымға бүгінгі күнде вакцинаның 351 биң дозасы кетірілді. Регионда 127 ашлама ноқтасы чалыша, олардан 57-сі көчме бригада. Жемат ерлерінде есе мобиль ноқталары да мевжуд. Жумхуретімізде маска режимі сақланып қала, ондан да башқа санитар қайделерінің бозылуыны анықламақ үшін рейдлер кечіріле. Қырымда топлу шекілде ашлама япылуы девам ете, студентлер, ойжалар, девлет қызметшілері, арбилер. Жемат ашап ішкен мойселерінің хадимлері де осы істеклерінен ашы яптыралар. Умуми үш, умуми сағлық. Бұақта біздің левхамызны серетіңіз. Василий Жестков бұйық ашайт мойсеселер ағында операцион мудир оларақ чалыша. Анлай, ашыланмаған хадимлерінің бұйық сайысы оның фаалиетіне мен фите сәретмесі мүмкін. Біз олдықча тест топлу шекілде ашы яптырмақ кереклігіні аңладық. Епсі хадимлернен субет еттік ве еркес әрекет етіп башлады. Бұны қысқа вақытта берабер япсақ, сыңырланулар да оқадар тез лағу етілір. Қырымда яны хастағанларының сайысы күн-күнден арта. Хорчаланмақ үшін тек бір ел бұ ашыдыр. Шының үшін ашчы Кирилл Калашников да бойле қарар алды. Мен бұ қарарға озым келдім, чүнке бұ хасталықның оғыны алмақ керекміз. Оңа ел бермек мүмкін дегіл. Пандемия деверінде Қырым Жұмхуретінде 48 бинден зияде коронавирус хастасы қайдетілді. 1,5 бин бойле хастаны құтарып оламадылар. Ашылама пандемияны тоқтата біле. Спутник 5 екі компонентлі ашылама. Санчыларының арасында 21 күн қалдырыла. Бірінші санчы весоң 21 күнден соң екінші санчы. Хастаға ерше яңлатыла. 3 күн девамында насыл ақыбетлер ола білгені. Алсызлық, sıcақ көтерілмесі мүмкін. Бұ күнлері не япмақ мүмкін олмағаны. Алкоголь, ағыр іш, қашымақ ве сылатмақ олмай. Қалған жеттен есе адам алышқаны кебі яшай. Ашылама тамам иш ерінде кечірілі, ама бұнен бірге Роспотребнадзор идаресінің эпісі талаплары riayet етілі. Екімлер талиматқа көре чалышалар, санчы тек хадимлер бақылған сон япыла. Ашылама кешкен сене олған вазиетке оғрамамақ үшін екене механизмдір. О заман тоталь локдаун муэссеселер қапалған еді. Бұ вирусның штамы насыл ағырлық севиеге кетіргеніні назарға алып, мен белесем вазиет да зияде мүшкіл олыр. Шуның үшін ең Қырым елбашчысы, эм сағлық сақлав назиры тарафындан вазифе қойылды. Ашылама максимал шекілде артмақ керек. Қырым хавиханелері ве ресторанларының дрейберлері тибиджілеріні өз мойсеселеріне давет ете білейлер. Хадимлерге ашы япалывы пек аз вақтын ала ве бір кемсенің іші тоқтамай. София Шукурова, Эсма Кадырова, Эльвина Баталова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Ялталы орманжы су басу күні 11 шер сакинini су әсірінден құртарды. Оңа онлар же адам тешеккүрлер білдіріп яза, евіне хатыра бақшышлар кетірелер ве қараман деп адлайлар. Ой се озыны қараман саймай, бір кіші менім ерімде бойле япар еді дей. Алчақ көңілі инсан. Бізім телевизион тақымымыз бұл құртары женен субетлешті. Бу видеоны бір-екі күнде 30 бин адам бақты. Гаджетте Садуфин чеккен бір сатлық видео Мурат Бурзиевны мешур етті. Құру ер парчасы бу ади күндет қалдырымдыр. Тұшыны потурмақ үшін вақыт йоқ. Өзенің дегер тарафында онға яқын адам. Оларының чоқысы не фахаджы.
Адамларға ұзақ кетмеңіз деділер. Адамлар тавшанлар кыбы бу адада қалдылар. Оның үшін маңа Мазай Қартбаба деген лаға берділер. Менің о күнлері сақалымда бар еді. Сақал сонра алынды, анасының рижасы бойледі. Киевска соқағының сакинлері ве кечкен кеткенлер бір анды хавсыз ерден үзілген болдылар. Құртарыжы сув қапқанынан шықарған адамларының сайысыны білмей. Ярдым еткен тросінен адам кыбы лаф етті. Оны зена адаш деп адлай. Аллах ona сағлық берсін. Чапып барды, тросны алды ве она чапып кетті. Он бір адам мультфильмдеки қоянлар кыбы. Омызға юкленіп, құру ерге еткізілді. Бір тарафтан ве екінші тарафтан шувылдап ақан сув. Кечік адачық. Мен бірісіні кечіп болдым, сон не yapmaға білмейдім. Ақым аяқтан кесе. Бу еркіші мутихасыз құртарыжы дегіл. Я бұ қадар ұсталық қайдан деген суальдоға. Мен еркішы. Бұдыр менім азырлығым. Ожаларым яқшы еді. Рахметлі бабам бұтын өмір адамларыны құртарайды. О екім еді. Ағам да ойле, серт олса да яқшы адам. Бу сөзлерде алчақ гонулік де бар. Оның зенаты орманжы. Шунын үшін кейік табиат бұ не олғаныны яқшы біле. Иштен ғайры девамлы вақыт шарқи күреш чешітлерінен оғырашты. Ама оны мешур еткен шей бұ спорт олмады. Онлар жетіші күрнаме мектуплер, соғақларда селямлар ве дигер шейлер. Енді ялтанын жесүр саккиніні бойле қаршылайлар. Бірінші өмір yolдашым yolлады. Фильмде олғаны кыбы сенсін ма? Йоқ ма? Маңа ошай, менім. Алышмақ қиын әлбет, amma о бізде асылында әбеди қарамандыр. Ершей қомшы қадындан башланды, оның азбарға шыққан пенжересінден манзара açıldı. Азбар есе санки күреш плаздармы олды. Да бір қараман объективнің дигер тарафында. О еркішінің жесаретіне yüksek қимет кесе. Әлбет қараман, яш оғлан, да бізім яшларымызны яманлайлар, яқшы егетлер де бар. Алчақ гонули қараманымыз мен тек өз машинамны сув басывдан құртардым дей. Сон адамларға кечті. Ама аматор құртарыжының bu işine шер әкіметі де диққат айырды. Мемориетте ona енді мүкафат бережеміз деділер. Ама Мурат Бурзиев күчлі сув ақымына секіріп түшкенде мүкафатлар ақында түшінмеді. Бұл ер кішінің әллері вақыт ярдым етмеге азыр. Зена адашы трос да дайыма янында. Айша Шулакова, Тарас Брезицкий, Эрвин Эмиралиев, Милет үшін Ялта. Сақ районының Аджы Байчык ойыне дейінді мавы яқарлық етіп келді. Бұл ерде тантаналы суретте газ яқылды. Эпсішілерінің фияты 13 миллион рублені тешкіл етті. Газ борулары койының яшайышыны насыл деңіштірген ақында Гүзел Мамбетова тариф етмеге азыр. Яңы газға енді қайнар чай ичерміз. Оңайтылы веттес, Сақ районын Аджы Байчык ойыны ниет газ келіп етті. Эвеллері Виктор Леонов әвіні одун ве комурнен қыздырайды. Аш пішірме күчун есе газ баллонлар сатын алмақ керек еді. Бір мевсімді 4 баллон, амма енді бұлар әпсі кечмішті. Шымды газ бар, ершей құралды, ерке сақ олсын. Біз ершейні янарттық, тамират бұтты. Кой сакинлері үшін бүгін бұйық байрам. Адетінші адамларының алғышлары или атеш яқыла. Газ бұ ерге келіп етмесі үшін 4 километрден зияды газ yolu құрылды. Умумен мұнда 79 эв бар. Шымдылық газ тек 5 эвде яна. Қалғанлары есе азырлана. Яқын вақытта газ кечірелечеклерден бірі Велиляевлер қорантасы. Аңлашма енді тізілді. Демек тезден эпсі қасеветлер ұнытылacak. Мына бойле шекілде біз одун ве көмірні сақлап тұтамыз. Ниет біз газыны көрдік. Енді қышны sıcақта кечірерміз. Газ кечірілігі ақында меселені ерлі сакинлер 5 ел әвелсі көтерділер. Оларның рижаларыны ешіттілер. Сақ районы 82%-ға газнен тәмин етілген. Тек 15 көйде да газ yok. Олар Қырым Жұмхуриеті мескен ноқталарының газификациясы адлы девлет программасына кірсетілді. План бойынша келечек сене газ Аджы Байчык ойыны яқын ерлешкен айрыча көйіне чекілежек. Ағырлықлар иклимеге ве аваға бағлы газ yolu emsıcakta emde suvukta kuruldu. Екінші ағырлық bu yerli toprak. Епсы нормаларына riayet etmek керек еді. Енді ершей хавсыз. Қырым газификациясының умуми севiyesi 77%-ға етті. Бізде екі программамыз бар. Жұмхури адрес райып дегенлері ве федераль мақсадлы программа. ФЦП 12 объекте алып барыла. Бұл қасабалар арасындаки ерлер. Президент, де Жұмхуриет yolbaşçısı берген вазифелеріні бежереміз. Ерчей топрақ дамарталарының сыңғырларына же еткізіле.
Газ yolları Kırım'nın hepsi rayonlarını kaplap alayata. Yılının sonunaca çok beklenilgen mavi yakarlık da 18 mesken yerde peyda olacak. Güzel Mambetova, Dmitriy Nizavoy, Millet için Sak rayonu. Ахмеджитте вақта памяти поколений пост номер 1 adlı vatanperver leyhasının en yaxşı қарауларını taqdirlediler. Tedbir bala ve gençler icadı Arbi Şan Şöhret Muzeyinde geçti. Rospotrebnadzor idaresinin eposu talaplarına dikkat ayrıldı. Galiplerge hatıra işaretler ve diplomlar berildi. Вахта памяти – это Hatıra vaxtası bu keçmiş, şimdiki kun ve gelecek arasında işançlı qavi kupurdur. O her zaman nesiller ve hatıra arasında turğun bağına temin ediyor. Cumhuriyetimizin 529 mektebinden regional leyhada 300'den ziyade mektep iştirak etti. Mahsus yaratılgan komissiyaga Rusiya qaramanları kırdı. Komissiya azaları tahsil müesseseleri arasında geçirilgen konkurs neticesinde en yaxşılarını seçti. Ahmedjit'te 40. sanlı mektep galip çıktı. Butun Cumhuriyet'te 7000 iştirakçı barda keçirilgen hatıra vaxtasında iştirak ettiler. Men eminim bundan da ziyade ola bile. Eminim bu mezbet tecrübe balalarının duyguları başkalarga da tesir eder ve onlar da bu tedbirde iştirak etmege isterler. Hocalarına mektep hacimlerine yetkizerler ve herkes celp ettiler. Taktil indikatorlar, panduslar, kıynalıp yürgen ve gözleri görmegen adamlar için mahsus donatılgan odalar. Kırım paytaxtındaki ticari merkezlerden birinde böyle şaraytını Ahmedjit Cemaat Şurasının iş gruppası teşkerdi. Mevzunu muhbirlerimiz devam ediyor. Ahmedjit'nin ticari merkezlerinden birinin kirişinde iki taraftan panduslar ve maxsus indikatorları olgan bosağalar yerleştirildi. Bu közleri görmegen ya da yaramay görgenler için göstergeçler. Polina Nazarenko'ga böyle işaretler pek gerek. Onlarning yardımıyla o sokaklarda yürüye, cemaat nakliyatında katnay. Bizde internat mektebi ogünde maxsus plitka toşediler, mektep ogündeki piyadeler keçitin dedi. Bu pek yaxşı sezili, hem de da maxsus uç fener yerleştirdiler. Onun maxsus sesi bar, o da pek yardım eti. Aydavcılar dikkat ayıralar ve toxtaylar. Eğer adamga yardım gerek olsa, qaravullar hizmeti idarecini çağıra. O közleri görmegen ya da zayıf görgen adamga bina içinde yürmege yardım ete. Yardımda muhtaç olmagan adamlar için her bir qatta maxsus tutqıçlar, sanitar xaneleri ve liftler bar. Maria Sherbakova ayta ki, bu meselenen bağlı vaziyet yaxşı tarafga dengişi. O ticari merkezlerge sıkça kelip başladı. Men aslında pek kovanam, endi men çoğusu cemaat yerlerinde kezine bilem. Bir yerde yıkılarım ya da bir şey olur dep korkmam. Şura iş grupasının vazifesi cemaat yerleri kıynalıp yürgen adamlar için ne kadar kelişkenini teşkirmektir. Biz sağlık cihetten imkanları sınırlı olgan adamlarını celp ettik. Çeşit kategoriyalarda biz göremiz ki Kırım Cumhuriyetinde böyle kolaysızlıklarga kun rast kelgen adamlardan bir sıra tefsiyeler var. Onlarning fikirleri biz için muhim. Bu iş grupası tırışuvlarının biz böyle insanların yaşayışını biraz oңaytlıca ettik. Ve yıl devamında bu meselelerle uğraşacağız. Panduslar, yollarda söz signalları bergen tertibarlar. Cemaat toplangan yerlerde ise tehliye etiluvning taktil planları ve daha diğer şeyler. Şehirdeki teritoriyalar her bir alamga kelişikli olması muhim. Arsen Samedinov, Lila İslamova, Maksim Golubov, Millet için. Hastalar kabul etile sançılar ve ilacılar tarqatıla. Tıbbiyetke bağışlagan 16 yıl. Pandemiyanın birinci günlerinden berli levhamızның qaramanı kızıl zonada çalışa. Suvade Çakirova Ahmedjit klinik hastahanenin kabulhane bölігінде çalışa. Bu zenatını ne sebepten seçkeni hakkında bizim muhbirlerimizge tarif etti. Ayaklarınızı çıkarınız, kokusunuzu açınız. Sizge kardiyogramma yapacağımız, son vesikalarınızı dolduracağımız. Нерваланмайып, тынч муйтте COVID-19 юкма хасталыкка уграганга ошаган невбеттеки хаста. Эмшире электродларны курай. Алет нетижені мониторда көстере, соңра исе кягыт шерете баса. Біркач даққадан сон хастанын весикалары ресмейлештірілі. Башта бізде азырлық кете, сменалар деніші, невбетні тапшырамыз. Acele тібе ярдым машинасы келген вақыт оларнен уграшамыз, бош вақытта весикаларны ресмейлештіреміз, илечиларымызны бақып чықамыз.
Сувады Чакирова Ахмеджит клиник хастаханеде хабулхане бөлігінің әмшіресі. Шымды бұл хастахане ковид госпитальге чеварылды. Мында енді 16 елдан берлі çalışа. Бірінші 7 ел девамында реанимация бөлігінде әмшіре олды. Сон кабулхане бөлігіне кечті. Қызыл зонада өлім ве яшайыш көрешкен ерді кечкен сененің сентябрь айындан берлі үшлей. Яңы хасталар тоқтамаздан келелер. Кеткеті юхма хасталыққа оғраған яшларының сайысы арта. Күн-күнден ағырлаша ішіміз пек ағыр хаста адамларны кетірелер. Оларға сағлық тілемеге істер едім. Сағлыққа мұқайт олмалымыз ве COVID-19-ға қаршы бераберлікте көрешмек керекміз. Балалықта оның yolunu тибиені ана бабасы сечті. Бүгін хасталарға ярдым етмек Сувады Чакирова үшін тек зенат дегел. Бұл оның яшайыш тарзыдыр. Ағайым әр вақыт тәжіплене насыл атып 24 саат çalışмақ мүмкін дей. Шымдекі меселені назарға алып, о башында қаршы чықты. Менің өмір yoldaşım böyle çalışқаныны істемейім, evde балаларнен отырсын деді. Ама sonra адамларға ярдым етмек кереклігіні анлады. Сувады Чакирова ось айлесінің sevgisi ve қайғыруының қадырыне ете. Умыр арқадашы оны әр бір сменадан қаршылай. Бүгін 7 яшлы қызчығынен келді. Evdeyse кішкіне оғланчықлары беклей. Қараман ханымымыздың дикаты, sevgisi ve қайғыруы әм туғанларына, әм де хасталарға ете. Гүзел Мамбетова, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Бүгінге бойыпсы хаберлер Милет телеканалында айрылмаңыз, қайырлы ақшамлар.